Сәлеметсіздер ме менің оқушыларым? Менің аты-жөнім Ибраева Гүлнара Жақсылыққызы. Математика пәнінің мұғалімімін. Біздің сабағымыз, математика сабағымыздың бүгінгі тақырыбы 102 көбейтеміз 3, 306 бөлеміз 3 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Бүгінгі сабақта 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту алгоритмін үйренесіңдер. 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлу алгоритмін үйренесіңдер. Өсімдіктер тіршілігіндегі судың маңызы дейміз. Тіршіліктің өзінде де судың маңыздылығы өте зор. Сол сияқты өсімдіктерімізге де судың маңызы зор екен. Су көптеген жануарлар мен өсімдіктер үшін тіршілік ету ортасы болып саналады. Судың құрамында еріген оттегі болғандықтан, жануарлар мен өсімдіктер сонымен тыныс алады. Өсімдіктер су арқылы топырақтан минералды заттарды қабылдап, сабақтары арқылы жапыраққа жеткізеді. Жапырақ өз кезегінде фотосинтез процесіне қатысады. Топырақтың құнарлылығын арттыру үшін де су қажет. Судың көмегімен топырақтағы өсімдіктер шіріп, қара шірікке айналады. Тұқымнан өсімдіктің өніп шығуын тездетеді. Мысалы, 1 тонна бидайды өсіру үшін 1500 тонна су қажет екен. Бау-бақша өсімдіктері де суғарылған жағдайда ғана өнім береді. Ал балалар, дәптерімізді алып, мынау 3 таңбалы сандарды жазамыз. Дәптеріміздің тор көздерін пайдалана отырып, 3 таңбалы санды 3 тор көзге толығымен толтырамыз. Бірінші көбейткішті жазамыз, 102 көбейтеміз 3-ке, екінші көбейтіміз 3. 3-ті біз 2-нің астына жазамыз, бірліктердің астына жазамыз. Астын сызамыз, біз бірінші бірліктерден бастап көбейтеміз. 3-ті 2-ге көбейтеміз, 6 болады, 6-ны бірліктердің астына жазамыз. 0-ды көбейтеміз 3-ке, ондықтарды көбейтеміз. 0-ды көбейтеміз 3-ке, 0 болады, ондықтардың астына жазамыз. Жүздіктерімізді есептейміз. Жүздігіміз 1 жүздік, көбейтеміз 3-ке, 3 болады мәні, 3-ті жүздіктің астына жазамыз. Жауабы 306. Енді балалар, баған түрінде бөлудің алгоритміне қараймыз. Дәптерімізді тағы дұрыс пайдаланамыз. 3 тор көздерге 3 таңбалы санымызды толығымен жазып аламыз. Ал енді балалар, бөлудің баған түрінде орындалуын қараймыз. Бөлінгіш бізде 306, бөлгіш бізде 3 болады. Бірінші толымсыз бөлінгіш 3 жүздік. Бөліндіге 3 цифры жүздік, ондық, бірлік болады. Енді жүздіктерді бөлеміз. Жүздігіміз 3 жүздікті бөлеміз, бөлгіш 3-ке, мәні 1 болады. Бөліндіге жазамыз. Бөліндіге жазылған 1-ді бөлгіш 3-ке көбейтеміз. Мәнін жүздіктің астына жазамыз. Мәні 3 болады. Астын сызамыз, азайтамыз. Бізден 3-тен 3 азайтқанда 0 болады. Келесі біздің неміз ондықтарды бөлеміз. Ондығымыз бізде 0 болады. 0-ды біз бөлеміз, бөлгіш 3-ке. Мәні 0 болады. Бөліндіге жазамыз. Бөліндіге жазған 0-ды көбейтеміз 3-ке. 0-ды 0 болады, 0-ды 0-дың астына жазамыз. Өйткені ондығымыз бізде 0 болған, 0-дың астына 0 жазамыз. Азайтамыз 0 болады. Бізде қалған енді бірлік қалды. 6 бірлік, 6 бірлікті астына түсіреміз. Астына түсіреміз 6 бірлікті, 6-ны бөлеміз 3-ке. Мәні 2 болады. Бөліндіге 2-ні жазып қоямыз. Бөлінде жазған 2-ні бөлгіш 3-ке көбейтеміз. 6 болады. Көбейтінің мәнін 6-ның астына жазамыз. Біздің жауабымыз 102 болады. Енді балалар, тағы бір есебімізге назар аударыңыздар. Бұндағы бізде 3 таңбалы санымыздың арасында 0 сандар кездесіп жатыр. 0-ды кез келген санға бөлгенде әрқашан 0 шығатындықтан қысқаша ғана жазуға да болады екен. Ал дәптерімізге бастап жазайық. Тағы да 306 санын жазамыз. 3 тор көзге толығымен толықтырып жазып аламыз. Мұнда бөлгіш бізде 3 болады. Қайтадан жаңағы бөлу алгоритмін бастаймыз. Бөлгішті 3 жүздікті бөлеміз. Бөлінгіш 3-ке, бөлгішке мәні 1 болады. Мәні 1 болған 1-ді 3-ке көбейтеміз. Мәні 3 болады. Жүздіктің астына жазамыз.
Бізде ондығымыз мұнда 0 болғандығын. 0-ды біз бөліндіге жазып кете береміз. Қысқа ғана жазуымыз осы деп ойлаймын. 6 бізде бірлік болады. Бірлікті біз бөлеміз 3-ке. Онда бізде 2 болады. 2-ні бөліндіге жазамыз. Бөліндіге жазған 2-ні көбейтеміз бөлгіш 3-ке. 6 болады. 6 бірліктің астына жазып азайтамыз. Міне, 0-ді кез келген санға бөлгенде әрқашан 0 шығатындықтан қысқаша жазуға болады. Енді балалар, сендерге мынандай тапсырмамыз бар. Мына берілген есепте баған түрінде жазып есепте. Ал балалар, мен сендерді шығар деп ойлаймын. Енді осы шығарған есептерінің дұрыстығын тексеріп көрейік. Ал дұрыстығын тексеріп көреміз. Әркімде осындай мәні тең болған есептер шығады деп ойлаймын. Өйткені біз жаңа өткен сабағымызда біз көбейтудің, бөлудің алгоритмін үйренгенбіз. Соны пайдаланды деп ойлаймын сіздерді. Сондықтан есебіміз дұрыс шықты деп ойлаймын сендердің. Ал келесі тапсырмамызды қараймыз. Есепті шығарамыз. Мұндағы бізде берілген есебімізге шартын құрастырамыз есептің. Сұрағын тауып аламыз. Сұрағынан кейін шешуінен кейін жауабын құрастырамыз. Бұл есептер бізде қиынға туылмайды деп ойлаймын. 1 килограмм күріш өсіру үшін 7 тонна су жұмсалады. 100 килограмм күріш өсіру үшін қанша су қажет дейді? Қанша тонна су қажет? Осыны білу үшін біз шартын құрастырамыз есептің. Ал балалар, есебіміз дұрыстығын тексеріп алайық. Есептің қысқартылған шарты осылай болады. Қараймыз, күріш бізде берілген 1 килограмм, жұмсалды 7 тонна су. Күріш 100 килограмм күрішке неше тонна су қажет? Сұрағымыз бар бізде. Шешуін жазамыз. 1 тоннада 1000 килограмм. Енді осыда берілген 7 тонна бар. 7 тоннаны килограммға айналдырғанда 7000 килограмм болады. Осы 7000 килограммды бізде берілген 100 килограммдың тоннасын есептеп алуымыз керек. 100 килограмм 7000-ді көбейтеміз 100-ге. Бізде мұнда 700 000 килограмм болды. Осы 700 килограммды бөлеміз 1000-ға. Өйткені бізде жаңағы есебімізді шығару үшін. Бізде бөлдік 700 тонна. Жауабы 100 килограмм күрішке 700 тонна су қажет екен. Шығарып үлгердік па, балалар? Ары қаратай, келесі тапсырмамызды қараймыз. Ал балалар, кел ойнайық, есебімізді бастаймыз. Өрнектерді 1 минуттың ішінде кім көп есептеп үлгереді деп ойлаймын. Ал барлығымызда есепке қараймыз. Осы есептің 1 минутта сіздерге уақыт беремін, тез шығарып үлгеретін болыңыздар. Қараймыз. Бірінші сандығымызда берілген өрнегіміз бізде 103 көбейтеміз 3-ке. Екінші өрнегіміз 104 бөлеміз 2-ге. Үшінші өрнегіміз 909 бөлеміз 3-ке. Бұл бірінші сандықтағы өрнектеріміз. Екінші сандықтағы қараймыз өрнектерімізді. 46 көбейтеміз 3-ке. Екінші өрнегіміз 60 көбейтеміз 10-ға. Үшінші өрнегіміз 8 көбейтеміз 57-ге. Осы өрнектерін қараймыз. Ортасында таңбамыз бар. Оны да еске сақтауымыз керек. Осы есептердің барлығын көбейтумен, қосумен есептеп шығаруымыз керек. Ал балалар, есебіміздің дұрыстығын тексерейік. Жаңа бізде 2 сандықша болған. 2 сандықшаның өзінде бірінші сандықшада өрнектеріміз болды. Екінші сандықшамызда тағы өрнектеріміз болды. Бірақ 2 сандықшаның ортасында да қосу таңбасы болған. Біз сол қосу таңбасын барлығында пайдалануымыз керек. Мінекей, есептеріміз осылай шығар деп ойлаймын сіздердің. Ал балалар, қосымша тапсырмаларыңыз алғыларың келетін болса, Білім Лайн сайтына кіріп,
алуларыңызға болады. Сау болыңыздар.